құрметті көрермендер, сіздермен бірге 250 TV-News жобасы және оның жүргізушісі мен Карабдинов Қайсар. Бұл жобаның мақсаты Тәйімбет Көмекбаев атындағы нөмірі 250 мектеп-лицейінің ішкі жаңалықтарымен бөлісу. Экраннан алыстамаңыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Мектебімізде қысқы каникул аяқталып, оқушылар үшін тағы бір жауапты әрі ең ұзақ 3-ші тоқсан басталды. Жаңа тоқсандағы жаңашылдық 9 және 11 сынып оқушылары дәстүрлі оқу форматына көшті. 10 күн тынығып келген оқушылар тың күшпен оқуға кірісіп жатыр. Әсіресе бітіруші түлектердің көңіл күйлері керемет. Өйткені өздеріңіз білесіздер, алтын ұя мектебімен қоштасар сәті таяп қалды. Сондықтан қалған 6 айды мектеп қабырғасында өткізуге рұқсат берілуі түлектер үшін үлкен қуаныш десе де болады. Жалпы біздің мектебімізде 1197 оқушы саны бар. Осы кезге дейін ата-аналардың өтінішімен 701 бала мектепке келіп оқыған. Әлемде болып жатырған індетке байланысты мектепте қауіпсіздік үшін кіреберісте дезинфекциялық жабдық тұр. Табалдырықты аттаған оқушы алдымен сол жабдықты өтеді. Дене қызуы өлшенеді. Содан кейін барып қолын арнайы сұйықтықпен шаяды. Дәліздерде оқушылардың әлеуметтік арақашықтығын сақтап жүруін мұғалімдер жіті қадағалап отыр. Сыныптардағы жағдайға келетін болсақ, сыныптарда бір партада бір оқушы отырады. Және де олардың арасында 1 метр арақашықтық сақталған. Маска тағу міндетті. Талап мұғалім үшін де, оқушы үшін де ортақ. Сонымен қатар, мектептің қалыпты өмірге оралуын шәкіртімен қатар ұстаздар қауымы да асыға күтті. Осы орайда мен ұстаздарының жұмысы қалай түзелгенін мектеп директоры Гүлжахан апайдан сұрап білсем деймін. Апай, сәлеметсіз бе? 3-ші тоқсанға мектепке келетін балалар санының көбеюіне байланысты қанша мұғалім жұмысқа шықты? Біздің мектепте өзің білесің 65 сынып комплектісі бар. Оның ішінде қазіргі таңда 5-ші сыныптар мен 9-шы 11-ші сыныптар сабаққа қосылды 3-ші тоқсанда. Енді онлайн режимде жұмыс істеп оқып жатырған сыныптарымыз бар. Оны есептемегенде бізде қазір 40 мұғалімге жұмысқа шықты, жұмыс жасап жатыр. Сабақ кестесі қалай жасалды? Біз аралас форматта оқып жатырмыз ғой, онлайн, офлайн. Сондықтан сабақ кестесі икемді уақытпен жасалынды. Таңертеңгі мезгілде 70% негізгі сабақтар оқылады. Түстен кейінгі мезгілде 30% қалған пәндер оқылады. Енді негізгі пәндер осы білім және ғылым министрлігінің 28 желтоқсандағы 548 бұйрығына сәйкес тіл сабақтары, математика, тарих, осы пәндер, химия, биология пәндері таңертең мезгілде оқылады. Ал енді дене шынықтыру, көркем еңбек, алғашқы әскери дайындық, өзін өзі тану сияқты пәндерді түстен кейінгі мезгілде онлайн ұйымдастырып жатырмыз. Санитарлық талаптардың орындалуы жайлы айтып өтсеңіз. Қазір енді жалпы мектепте осы офлайн оқуға қойылған санитарлық талаптар түгелімен орындалып тұр. Күнделікті әрбір класс кварц лампысымен зарарсыздандырады. Таңертеңгі сабақ басталам дегенше, одан кейін балалар келгеннен кейін тоннельден өтеді. Санитайзерлер арқылы қолдарын шаяды. Температуралары күнделікті өлшеніп, ыстығы көтерілген балалар болса үйіне қайтарылады. Ата-анасын шақырып, одан кейін класста парталар 1 метр арақашықтықпен сақталып орналасқан, балалар бір-бірден отырғызылады. Барлығы маскалық режим. Енді әрине қазір біз сізбен бірге сұхбаттасып отырғаннан кейін маска киіп отырған жоқпыз. Ал жалпы мектептегі балалардың барлығы маскалық режимді сақтайды. Әлеуметтік арақашықтық сақталу қадағаланып отырылады. Балалар әр сыныпта 15-тен аспауын қадағалап отырмыз. Жауабыңызға көп рахмет. Сау болыңыз апай. Сізге де рахмет.
Сонымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар реті осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бізбен бірге болыңыз.